Сәлем достар, сіздер де балаңыздың осындай дақ жауып қалған киімдерін лақтыруды ойлап жүрсіз бе? Онда асықпаңыз, видеоны толық қарап, каналға тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін баланың киімдеріне жауып қалған жеміс дақтарын, әсіресе банан, бізде білемізге қарайып қалады. Апельсин, мандарин тәрізді цитрусты жемістердің дақтарын оп-оңай үй жағдайында кетіру жолын көрсететін боламын. Қолданылатын заттардың барлығы бәріміздің үйімізде бар, өте қарапайым әдіс болып табылады. Ол үшін бізге қажетті кез келген порошок, кір жууға арналған мен шамамен 3 қасықтай салдым. Сондай-ақ ағартқыш 2-3 қасық немесе 50 мг. Менде бренд-фридің ағартқышын қолдандым. Өздеріңіздің қолданыңызда қандай бар, кез келген өте қарапайым босты да пайдалана берсеңіздер болады. Сондай-ақ тазартатын эффекті көбейту үшін кір сабын, хозяйственный мылы қолданамыз. Шамамен 1-2 ас қасық теркалап немесе бөлшектеп салсаңыздар болады. Және ең соңғысы 1 үлкен қасық сұйық май, кәдімгі асханада қолданылатын. Киімге жауып қалудан қорықсаңыз, суды құйғаннан кейін ең соңында қоссаңыздар болады. Міне, барлығы дайын. Кез келген шашкаға, темір немесе шелекке осылай қайнатып алсаңыздар болады. Ағашпен араластыра отыра, қатты отта 20-30 минуттай қайнатамыз. Мен 5 литр суға қайнатып жатырмын. Егер киімдеріңіз көп болса, 10 литрге дейін көбейтіп, сәйкесінше порошок, ағартқыштарды көбейтіп қоссаңыздар болады, яғни 2 есе көбейтіп. Қайнатып болғаннан кейін міндетті түрде дұрыстап шаямыз. Мен 50 минутта кір жуғыш машинаға жуып алдым, себебі ағартқыштарды барлығын дұрыстап шайып жуу керек. Міне, әппақ болып шықты.